Hayırlı gün, hürmetli de asa kadrimende körermen. Bugün bizde yerekşe efir, eski katsuslar kim boladı? Жүргізушілер, қай жүргізуші бүгін береді, оның бәрін 14:30-да тікелей эфирде теледидардан көре аласыздар. Біз теледидарлық проект болғаннан кейін YouTube'da, Instagram'da бізде тек қана үзінділер салынады. Толық нұсқасын көру үшін теледидарды қосып, шайыңызды қойып, бізбен бірге болыңыздар. Аман болайық, бар болайық, қосылайық. Бүгін Зухра ханым, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, баршаңызға. Көңіл күйімізді барынша көтеруге тырысып жүрміз. Мұнда қандай сезімде отырсыз? Ескі қатысушылармен бірге? Кішкене сағынып қалған екенмін, ескі қатысушылардың вайбы бөлек, все равно енді мен де бірге отырдым осы қатысушылармен бірге үшінші жылында. Сонда ностальгия болып отыр, Диана ханым келіп барлық қатысушылар, как будто бұрыннан бері эфирде жүрген сияқты сезімде. Зухра ханым, менің айтарым бар дейді, міндетті түрде эфирді көріңіздер, не айтады барлығын бірге білетін боламыз. Студияда Шерхан мен Ақбота, қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Қаттырақ сөйлеңіз. Шүкір деймін. Қалайсыңдар ай? Үйленген қалай екен? Аллаға шүкір. Жақсы, көз тимейсін, түспей. Жақсы. Түкіріп кетіңіздер. Қаншада тұрып жүрсіз таңертең? Таң азан кешір. Өтірік айтпаңыз. Тұра ма? Ауылда енді обязательно бұл деген. Маған жаңа бірде тұрам деп айтты. Маған жаңа бірде тұрам деп айтты. айтты. Бірде тұрып, не болды? Бәсе. Тесіп айтқан ғой ойнап. Қалай екен тамақ істеп келін болған ауылға? Күшті ма? Неге сөйлемей алғансыз? Не деп сөйлей берем? Білмеймін, сөйлесеңізші бірдеңе. Ой, күшті екен, Шерхан күшті екен деп. Я күшті бәрі. Енді Шерхан сөйлейді, Ақбота сөйлемейді екен. Сол үшін эфирді міндетті түрде көріңіздер, барлығын эфирде білетін боламыз. Диана ханым, әрине сіздер сағынған студияда. Қалайсыз? Бәрі күшті, бәрі керемет. Көп уақыттан кейін өзіңіздің қатысушылармен эфир жүргізген қалай екен? Бөлек сезім, бәрібір өзім үйренген, өзіме сондай ыстық, жақын қатысушылар. Көрермендер де біз сияқты күйде отыр деп ойлаймын, өткен кеткен еске түсіріп. Сонда енді студиямыз бүгін өте жып-жылы болып тұр. Сол үшін әрмен қарай эфирді көріңіздер міндетті түрде. Күшті жаңалықтар бар, барлығын бүгін айтамыз, 4 сағатқа сыйдырамыз.